Сәлем әңгіме сүйер оқырман. Бүгінгі жаңа тақырып қарғысты жігіт. Мәжит екеуміз мектепте бірге оқығанбыз. Ол ерекше сымбатты, көркем жігіт болатын. Домбыра шертіп, ән салғанда өне бойын шымырлай жөнелетін. Әннің сөздеріне өзінше ұйқас қосып, келістіріп жіберетін ақындығы да бар. Ұстаздар бүкіл сынып сағаттарының, кештердің, жазу-сызу суреттерін Мәжіттің мойнына артып қоятын. Сабағын да жақсы оқыды. Қай жағынан алсаң да, 8 қырлы, 1 сырлы деген қазақтың әдемі сөзі дәл осы Мәжітке айтылғандай көрінеді. Қыз біткеннің арманына айналды. Содан болар қыздармен көп жүруші еді. Біз мектепті аяқтайтын жылы 9 сыныптағы қарлығаштың жүктілігі туралы өсектер айтыла бастады. Іші де білінді. Сыныптағы жігіттер Мәжітке жақында әке болатындығын айтып, кемежілдеп жүретін, бірақ ол оқиға Мәжітке айтарлықтай әсер ете қойған жоқ. Басқа қыздармен кездесуін жалғастырып жүре берді. Мектепті бітіріп, жан-жаққа тарап кеттік. Алып шаһарға оқуға келдім. Тұрмыс құрдым. Араға 30 жыл салып, Мәжит пен қызымның құдалығында жолығып отырмын. Ол құдамның жақсы араласатын достарының бірі болып шықты. Кезінде Мәжит асаба, құда музыкант болып, ұзақ жылдар бірге жұмыс істеген екен. Алғашында біреуге ұқсаттым, дұрыс танымадым. Уақыт өз дегенін алады ғой. Десе де, Мәжит маған тым қартайып кеткендей көрінді. Өңі солыңқы тартқан, жайнаған жанарын қабағы басып тұр. Маңдайына қалыңдап түскен қатпарлар аз бейнет шекпегенін айқындап тұрғандай. Денесінде құр сүйек қалған. Басын төмен салып жүргеннен бе екен жотасы бүкірейе бастапты. Бойы да шөгіп қалған. Кеш батып қалды. Жастары қала аралап кетті. Үлкендер демалып жатыр. Есік алдына шығып, ертеңгі той қамын ойлап отырмын. Жатсам ұйқым келер емес. Ашық тұрған есіктің пердесін түріп, біреу сыртқа шығып келеді. Аяқ киімін таппай тұрған сияқты орнымнан атып тұрып жарықты қостым. Мәжит екен. Сен әлі ұйықтамағансың ба? Деп менің далада отырғаныма таңырқағандай болды. Екеуміз даладағы орындыққа жайғастық. Я, ұйқым келер емес. Балаң қайда кетті? Осында дос баласы бар екен, сол келіп алып кетті. Қараңғыда көзім көрмейтін болған соң, көлік жүргізіп келген. Бағана таңғала қарағаныңды байқадым. Мен қарғысқа ұшыраған байғұспын ғой. Жастықпен жасаған қателіктерімнің зардабын қартайғанда шегіп келемін деп, жанары жасқа толып кетті. Ауыр күрсінді де сөзін жалғады. Сен бақытты анасың, қыз ұзатпақсың, келін де түсірерсің. Ішім бірдеңені сезе қойды. Үндемедім. Есіме қарлығаштың жайы орала кетті. Ойымды оқығандай әңгімені сол арнадан жалғады. Мен тек үзбей тыңдаумен болдым. Айтуынша қарлығаштың анасы көз жасын көл етіп Мәжіттің алдына бірнеше рет барыпты. Нәтижесі болмаған соң отбасымен ауылдан бір жолата көшіп кеткен екен. Содан кейін қарлығашты көрмеген. Кейін Фарида есімді қызбен көңіл жарастырып, бар жоғы бір айдың ішінде үйленуге шешім қабылдайды. Бірақ бақыттары ұзаққа созылмайды. Фарида үйленген соң 5 айда қызды болады. Мәжит Фаридаға деген сезімі суып, сепкендей басылады. Десе де олар бірден ажырасып кетпей, ұрыс-керіспен 1 жылдай бірге өмір сүреді. Сол уақыт ішінде Фарида да жанжалдың басталуына үміт оты тұтанған болатын. Ол енді Мәжиттің баласын өмірге әкелмекші. Бірақ бұл жаңалық Мәжитті аса қуанта қоймады. Маған сендей әйелдің туылған бала керек емес дегенді желеу етіп, баланы алдыртып тастайды да ажырасып кетеді.
асабалықпен айналысып жүріп, бір қызы бар ұйғыр келіншекпен өмірінің жаңа парақтарын ашады. Қаланың ортасында 2 қабатты коттедж салады. Ай сайын машинасын жаңа маркаға ауыстырып, дәурені жүреді. Тіпті үйлерінде қазан қайнатпай, қымбат мейрамханалардан тамақтанады. 5 жылдан астам уақыт өтсе де, Нүрия екеуі балалы болмайды. Бұның себебі денсаулығымен байланыстырған келіннің дәрі-дәрмекке қырау қаржы жұмсалып жатқандығын айтып, Мәжиттің қалтасын қағумен болады. Бірақ мәселенің анығын Нүрияның күйеуі түрмеден келіп, үйден қуылғанда ғана біледі. Сол кезде ғана заңды некеде отырмағандығын, үйін әйелдің атына рәсімдегені есіне түседі. Бар жан-тәнімен сенген әйелінің сатқындығы Мәжиттің қабырғасын қатты қайыстырады. Ішімдік серігіне айналады, жұмыста жайында қалады. Ауылдағы әкесінің ескі үйіне барып тұрады. Саудагер жесір орыс келіншектің анау-мынау жұмыстарын жасап беріп, ақысына Наташа екеуі бір шөлмек арақты бөлісіп ішіп жүреді. Сөйтіп жүріп, Наташаның қойнынан қалай шыққанын да байқамай қалған екен. Міне, осылай жылдар өтіп жатты. Наташаның өзі ұлы бар. Ол енді бала туатын жастан да өтіп кетті. Одан кетсе, өмір сүре алмайтындығын айтады. Қаңғып қалатындай көрінеді де тұрады. Я, мені біреудің баласы папа деп жүр. Өз балам кімді әке деп жүргендігі бір жаратушыға аян. Әке деуге де жетпей кеткен балам ше. Бала адамның бақыты, өмірімнің жалғасы, бірақ менде оның біреуі де жоқ. Енді болуы да мүмкін емес. Оны өзімде білемін. Өмір алма кезек. Мен қарлығашты жылаттым, баламды жетім еттім. Фариданың отбасымызды сақтамақ болған ниетін құптамадым. Өз қолыммен жетектеп апарып, баламды құрбан еттім. Қарғысқа ұшырадым. Бәріне тек өзім. Ақымақтығым кінәлі адамға өмір қайтадан берілетін болса, шіркін, осының біреуін де қайталамас едім. Игі істермен айналысып, айналама мейіріммен қарар едім. Бірақ ол мүмкін емес. Бәрі де кеш, деп сөзін аяқтады да көзінен тарс жұмып, қос алақанымен бетін басып, үнсіз отырып қалды. Бір кездерде жадырап жайнап жүрген Мәжиттің бүгінгі күйі мені үлкен ойға қалдырды. Ескі таныс ретінде жанашырлықпен қарасам, әйел ретінде жек көріп отырғандай болдым. Бірақ анығы адамның көз жасы жақсылыққа жетелемейтінін толық түсіндім. Бір-ақ рет берілетін мынау жалған дүниеде біреуді жылатпай өмір сүрейік. Авторы Хадиша Молдақұлова.